Баршаңызға сәлем. Бүгін өте нәзік құймақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және де видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Құймақ үшін бізге 1 стақан ұн, 1 стақан сүт, жарты стақан айран, жарты стақан қайнаған су, сода, қант, 2 жұмыртқа және де шым-шым тұз, сұйық май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 1 стақан сүтімізді және де жарты стақан айранымызды қосып, оған шым-шым тұз қосып, тұз ерігенше араластырып аламыз. Енді 4 ас қасық қантымызды қосамыз. Қант ергенше араластырып аламыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосып, оны да араластырып аламыз. Міндетті түрде барлық қоспаны қосқанда осылай араластырып отыру керек. Сонда бір келкі нәзік масса шығады. Енді 4 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Оны да араластырамыз. Бір стақан ұнымыздың барлығын бірден қоспаймыз, жартысын қосып араластырып аламыз. Одан кейін жартысын қосып, барлығын асықпай жақсылап араластырып аламыз. Түйіршік қалмау керек. Миксер қолдансаңыздар өте тез болады. Міне бір келкі араласты. Енді осында қайнаған ыстық жарты стақан суымызға жарты шай қасық сода қосып араластырып құямыз. Араластырып отырып құю керек. Мен бір қолымда камера болғандықтан араластырып отырып құя алмадым. Міндетті түрде араластырып отырып құйыңыздар, өйткені жұмыртқасы пісіп кетуі мүмкін. Міне, менде осылай жақсылап араласты. Мынандай сұйық масса шықты. Енді құймақтарымызды қызып тұрған табаға құйып пісіре береміз. Мен осыған дейін құймақ дайындағанды ұнатпайтынмын. Өйткені қандай рецепт қолдансам да дұрыс шықпайтын. Осы рецепті пайдаланғалы бері күнде жасайтын болдым. Өйткені өте нәзік, дәмді болып шығатын болды. Бірінші құймақ жасағаннан бастап идеальный болып шығады. Мен табама жабыспайды, сондықтан май құймаймын. Сіздер табаларыңызға байланысты. Егер жабысатын болса, онда май құйып отырасыздар. Май жағып отырасыздар. Міне піскен құймақтарды мен осылай тарелкаға жинаймын.
аударған кезде мұқият болыңыздар, өте нәзік болғандықтан тез жыртылады. Өздеріңізге ыңғайлы қасықпен немесе вилкамен, қолмен де аударуға болады. Мен бір қолымда камера болғандықтан ыңғайсыз болып тұр маған. Осылайша барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Жаңағы ингредиентпен менде туп-тура 15 дана шықты. Сіздерге егер көп қажет болса, онда жаңа қоспаларды 2 есеге көбейтесіздер. Міндетті түрде айран қосып жасайсыздар. Бұл рецептінің құпиясы сол айранда. Айран қосқан құймақ өте нәзік болып шығады. Тез желінеді. Міндетті түрде жасап көріп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.